Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және де мен бүгін сіздерге Дейдараның өмірбаяны жайлы айтатын боламын. Кеттік. Дейдара жасырын топырақ ауылында дүниеге келді және де ол жастайынан өте күшті және өте талантты болды. Дегенмен сол күш пен таланттың өзі оған жеткіліксіз көрінді және де сол үшін ол өз ауылындағы жасырын кинжутсуны ұрлап кетеді де оны өзіне қолданады. Сол кезде Дейдараның екі алақанында және жүрек тұсында ауыздар пайда болды және де оның қабілеті енді одан да күштірек болды. Сол сәттен бастап Дейдара енді Мукенин ретінде таныла бастайды. Дейдара көптеген терактілер жасап, басқа да террористік ұйымдарға көмектесіп отырады. Сол кезде оның қабілетін Акацки ұйымы да байқайды. Учиха Итачимен болған шайқаста Дейдара жеңіліс табады да Акацкиге мүшелікке кіруге мәжбүр болады. Акацкидегі ең бірінші миссиясында ол Акацкиді сатып кеткен Арачимаруды өлтіруге барады, өз әріптесі Сасоримен бірге. Және сол миссияда Арачимару өзінің жеңіліп жатқанын түсінеді де қашуға тырысады. Сол кезде Дейдара оның базасын түгелімен жарып жібереді, бірақ Арачимару тірі қалады. Келесі миссиясында Дейдара өзі жалғыз бүтіндей бір мемлекеттің көзін құртқан еді және де одан кейін Дейдара Ивагакуреге оралып, сол жерде, яғни өзінің ауылында үлкен теракт ұйымдастырады. Дейдараның келесі маңызды миссиясы бір құйрықты Биджуның Джинчурикке Казакаге Гаараны қолға түсіру болатын. Сол миссияда Дейдара Гаарамен шайқасқа түседі де, сол кезде ол өзінің бір қолынан айырылып қалады. Дегенмен Гаараның құмына өз бомбаларын білдіртпей тығып жіберген Дейдара сол шайқаста жеңіске жетеді және сол шайқаста Дейдарада Гаараның ауылын, яғни Сунагакураны түгел құртуға мүмкіндігі пайда болады. Дегенмен Гаараның ержүректігіне, оның өз ауылының адамдарын қорғауға деген ықыласын байқаған Дейдара бұл мүмкіндіктен өзі бас тартады. Содан кейін Дейдара көп серияларда көрсетілмейді және де оның ол кезде әріптесі де ауысады. Ол Сасориның орнына енді Тобимен бірге жұмыс жасайтын болады. Кейінгі оның маңызды миссиясы үш құйрықты Биджуны ұстау еді. Сол миссияда Дейдара үш құйрықты Биджуны өзі жалғыз ұстайды және де ол оған ешқандай қиынға соқпайды. Сонан соң Дейдара үш құйрықты Биджуны өзінің құсымен Акацкиның базасына дейін сүйреп алып келеді. Дейдараның Акацукидегі ең маңызды және де ең соңғы миссиясы Учиха Саскеге қарсы миссия болған еді. Сол миссияда Учиха Саскемен төбелескен Дейдара ақылдылықпен төбелесіп, өз интеллектін қолданып тактика құрудың орнына жай ғана ашуға беріліп, өз техникаларын бірінен кейін бірін көрсете бастайды. Және де ақыр соңында Дейдара Саскені өлтіру үшін өзін жарып жібереді. Дегенмен Саске сценаристердің көмегімен десек те болады, ол шайқаста тірі қалады. Және де менің ойымша бұл шайқас Наруто анимесіндегі сондай ең әділетсіз шайқастардың бірі болды. Себебі шындыққа тура көзбен қарасақ, бұл шайқаста Дейдара да Саске де өлуі керек болатын. Дегенмен Саске бас кейіпкер, сол үшін оның өлуі екі талай еді. Ал Дейдараны Саскені көтеру үшін құрбандыққа шалды десек те болады. Одан кейін 4-ші дүниежүзілік соғыстың қарсаңында Кабуто Дейдараны Эдо Тенсей арқылы тірелтіп алады. 4-ші дүниежүзілік соғыс басталмай тұрып, Кабутомен бірге Дейдара 2-3 маңызды миссияға қатысып, өзінің жақсы жағынан көрсетеді. Дегенмен соғыстың өзінде Дейдара өзінің жақсы жағынан көрсете алмады, себебі оның төбелесуінен гөрі тұтқында отыруы көбірек болды және де Эдо Тенсей ниндзюцуы өз жұмысын тоқтатқан кезде Дейдара қайтадан өз әлеміне оралды. Одан бөлек Дейдара Чикара филлерлік аркасында көрсетілді және де сол аркада Дейдара Хиданмен бір дуэтте болды. Ол дуэт фанаттардың көбісіне, тіпті менің өзіме де қатты ұнады. Екеуінің, яғни Хидан мен Дейдараның бірге жұмыс жасауын көру өте қызықты болды.
Ал Дейдараның мінезіне келсек, Дейдара табиғатынан сабырлы адам, бірақ оның жынына көп тисең, ол қайнаған шайнек сияқты қатты бұрқырауы мүмкін. Және де Дейдараның кейде біз садистік белгілерін де байқаймыз мінезіндегі. Кейбір қарсыластарына қарсы ол сондай жан түршігерлік адам өлтіру тәсілдерін қолданған болатын. Және де Дейдара табиғатынан күші көп, физикалық жағынан жақсы дамыған, жылдамдығы да оның нашар емес, реакциясы да өте жақсы, ақылдылығы, интеллекті де негізінен бар шиноби. Және де бір сөзбен айтқанда, Дейдара ешкімнен ешқандай көмек алған жоқ, өзінің күшіне өзі қол жеткізген шиноби. Ал сіздермен бірге болған аниме өмір видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Мүмкін менің арнамда болашақта Дейдара қандай кейіпкер деген видео шығады, және сол видеода мен өзімнің ойымды айтатын боламын. Дейдара жайлы егер сіздерге сондай видео керек болса, астына жаза кетіңіздер. Видеоны көргендеріңіз үшін тағы да көп рахмет. Сау болыңыздар.